Амансыздар ма, құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Адамның көңілі қағаз сияқты. Қағазды мыжып тастасаң, ол қайта келмейді. Келген күннің өзінде мыжылып тұрады. Сол сияқты адамның көңілі де қағаз сияқты. Кешіресің, бірақ көңілің оған бұрынғыдай болмайды. Сөгілсе де қабырғаң, алыс кетпес сабырдан. Бұйырғанын көресің, Құдай жазған тағдырдан. Өмірім жаман дегенде, ешкім бізге жақсы өмірін бермейді. Қолдағы бар тағдырдан бақыт жаса. Ертең сол бақытсыздық үшінде сұралатын боламыз. Мейірімділігің мен қаталдығыңды қатар алып жүр. Кімге қайсысы керек болса, соны бересің. Атаң болған қандай жақсы, желкеніңдей кеменің, әжең болған қандай жақсы, құрт пенен май жегенің, әкең болған қандай жақсы, орындалар дегенің, анаң болған қандай жақсы, сүйенішің сенерің, ағаң болған қандай жақсы, өр мінезді табанды, әпкең болған қандай жақсы, асқақтатар бағаңды, інің болған қандай жақсы, бірге басар қадамды, қарындасың болған қандай жақсы, түзеп берер жағаңды. Қиындыққа қисайып, сынбау керек, шаршатады бірақ көз жұмбау керек. Қандай сынақ болса да әлсіремей, өзін өзі әр адам шыңдау керек. Адамдарға керек әркез жылылық, жылылықта жатыр үлкен сұлулық. Жылы-жылы сөйлеу керек әркімге, соның өзі қарапайым ұлылық. Кешіре берсең қадірің қалмайды екен, сыйлаған сайын, иілген сайын қадіріңе де жетпейді екен. Шалқайғанға шалқай, төбең көкке жеткенше, иілгенге иіл, басың жерге жеткенше деп бекер айтпаған екен-ау. Өзен кері ақпайды, жастық шақ кері қайтпайды. Көңілің қатты қаласа да, жүрек қайтып соқпайды. Ажал шықса алдыңнан, ол жүректе тоқтайды. Кім болсаң да айтайын, жетақ күн сені жоқтайды.